soňgy ret men äkemde korum bolum vokzal basynda. Türmenin temir torları teresinden tutkundarga arnalgan vagonun içine turgan äkemde görgende koňulym sonday bosap ne aytaramda ne kılarımda bilmey öndömey katıp turdum birak gözümden jas sorgalay berdi. Iya, әкесі мен қызының бұл ең соңғы кездесуі. Ол кезде 14 жастағы қыз әкесін қайда, не үшін, қанша уақытқа кетіп бар жатқанын білген жоқ. Қыздың шешесі де өзінің сүйген жарының болашақ тағдыры қалай бұрылатынынан хабарсыз еді. Бір 1928 жылғы желтоқсан айының соңғы күндерінде көзіңдаш оян қазақ көтер басты деп бүкіл қазақ жұртын оятпақ болған алаш қайраткері Міржақып Дулатовты ОГПУ қызметкерлері тұтқындап мына үйге қамайды. Бұл үй о кезде Қазақстан астанасы Алматы қаласының бас түрмесі болатын. 49 жылы ғимаратты жапон тұтқындары қайтадан салып шыққан. Дулатов ол кезде 4-ші тұтқын. Міржақыппен бірге абақтыға іркес-тіркес 3 тергеу ісі бойынша 72 адамды қамайды. 1927-1938 жылды қосып есептегенде жүзген Алашорда қайраткерлері туралы түрме тергеулерінің басты сұрақтары 5 бапқа құрылған. Мұның барлығы Кеңес одағының өзінің ішкі ұлттық саясатын реттеудегі үлкен шабуылын алды. Егерде Мәскеуде отырып Троцкий Бухарендерді жеңе алмаса, Украина жеңе ала ма? Грузияны жеңе ала ма? Бұл соның бір жаңғырығы үлкен істігі. Міржақыппен бірге түрмеге түскендердің арасында Ахмет Байтұрсынов, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Мұхамеджан Тынышбаев, Жақанша, Халел Досмұхамедовтер мен Мұхтар Әуезов бар болатын. ОГПУ қызметкерлері 3 жылға жуық тергеу жүргізіп, алаш қайраткерлеріне бірнеше бап бойынша айып тағады. Бір 1921 жылы Ташкентте Совет өкіметіне қарсы астыртын үйім құрған. Шетелде жүрген ақ гвардияшыл Зәки Уәлидемен байланыста болған. Ағылшын кеңес соғысында ағылшындарды жақтаған. Голощекинге теракт жасап өлтірмекші болған. ОГПУ шығыс бөлімі бастығының орынбасары Соболев. ОГПУ шығыс бөлімінің бастығы Дьяков. Ағылшынның шпионы, Жапонның шпионы деген сөздер қосылған. Бұл қазір бір кекесінде жай болып көрінгенімен, ол кездегі газет журналдарды, НКВД-ның материалдарын алсаңдар, көзің анық жетеді. Сенбейсің, бірақ негізгі айып осы. Сөйлесе сөздің шешені, жай отырыста әзілқой Міржақып, Ғайни Жамалды Гая деп үнемі еркелетіп отыратын болған. Екеуі осылайша қызығы мен қиыншылығы аралас, 14 жылда артқа тастайды. Бар үміті көзінің ағы мен қарасы, Гүлнәрі мен Әлібегі. Қызылордада тұрып жатқан сондай күндердің бірінде, түн ортасында біреулер ашыңдар деп есік терезен соғады. Үйге сау өтіп, ОГПУ қызметкерлері кіреді. Олардың бастығы Міржақыпқа кейініңіз, сізді тұтқынға аламыз дейді. Міржақып қолындағы некелі алтын балдағын Ғайни Жамалға тағады. Жыламаңдар, балаларым, тағдырдың тәлкегі адамды әлі талай белестерден өткізеді. Мамаларыңды ренжітпеңдер деп
Міржақып олармен қоштасып кете барады. Әкемнің бар арманы әрине өзінің үйіші. Балалардың амандықпен, саулықта болуын, оқып, білім алып, адам қатарына қосылуын тілеген еді. Сол арманын әрине жүктергені өзінің жан серігі, қайнымас досы Ғайни Жамал өзінің сүйекті жары болды. 1929 жылдың 1 қаңтарында Алматы қаласында ОГПУ-дың шығыс бөлімінің бастығына берген ең алғашқы жауабында Міржақып туғаннан бастап сол күнге дейінгі бүкіл қоғамдық саяси қызметін бүге шүгесіне шейін жазып береді. Бірақ ол өзіне дейін тұтқынға алынған Дінше Әділовтің Голощекин туралы әңгімесінен соң қақпан құрылып жатқанын білген жоқ. Сонда іркес-тіркес 3 іс бойынша 72 адамды тұтқындайтындай Дінше тергеушілерге не айтқан? Дінше Әділов өзінің бір естелігінде айтады. Алаш идеясы бойыма сіңе бастаған кезде, және Голощекинге жаппай ұлттық кадрларды қуғындаған кезде, осының өзін атып тастағым келді дейді. Сол ойымды үйінде бір әңгіменің ретінде, осы Голощекинді атып тастасам қайтеді деп айтып қалдым дейді. Сонда Жүсіпбек Аймауытов шар ете қалды дейді. Оны біреуін атсаң екіншісі келеді. Онымен сен арандап қаласың, және бүкіл қазақ халқын арандатуға ұшырайсың. Мұндай тентек мінезіңді қой деп айтты дейді. Ол осы сөзді ана тентегүл өстіп жүр ғой деп Міржақып Дулатов қайтыпты. Міржақып Дулатов ондай істі доғарсын. Уақыт ойнайтын кез емес. Мұна жасасындар, барған сайын ұшықтатып барады дейді. Осыдан соң қазақты қынадай қырғысы келген Голощекинді атып тастамақ болған Әділов, оны тоқтатқысы келген Аймауытов, Жүсіпов, 4-ші болып Дулатов тұтқынға түседі. Олармен кездесіп, тілдесудің өзі қиямет қайымға айналады. Үсті-үстіне күн сайын түсіп жатқан кешегі ардақты жандардың, бүгінгі тұтқындардың әйелдері күзетшілерге жалынып жалбарынумен болады. Ал тергеу мен сот таққан айыптар мың құбылады. Әуелде бір үзім наны мен тілдей қағазға жазылған хатын алып, Ғайни Жамал күнде келетін. Күзетте тұрғандар ақша бермесе сәлемдемені де алмайды. Алса да тіміскілеп тексеріп, саяси тұтқын болып жатқандарға жарты заты әрең жетеді. Енді Ғайни Жамал сол күндердің өзіне зар болып қалады. 1929 жылдың 24 маусымы күні Міржақып Жүсіпбек Ахметсафаны пойызбен айдап әкетеді. Гүлнәрдің әкесін ең соңғы рет көретін шағы осы кез. Үндемей қатып тұрдым, бірақ көзімнен жас сорғалай берді. Сосын былай қарасам, қасында екі кісі, біреуі Жүсіпбек Аймауытов, екіншісі Ахметсафа Юсупов. Менің қасымда менімен еріп барған олардың балалары болатын Фарида мен Бектұр. ОГПУ Міржақыпты Мәскеудегі Бұтыр түрмесіне әкеп жабады. Осында 1,5 жыл жеке камерада жатқан қайраткер ақыл естен адасып кетпес үшін өзімен өзі шахмат ойнайды, ойша күнтізбе жасайды. Әлібегін, Гүлнәрін, сүйген жары Ғайни Жамалды сағынады. Түрмеде бір камерадан екінші камераға бірін-бірі
құпия жазып тастап кететін записка ұсталған. Ол өз әлгі тілшедегі адамның жазуы 3-4 түрлі. Сонда айтады, бізді жаңа жерге әкелді ғой, бұл Мәскеу. Бұндағы тергеушілердің де санасы биік. Сондықтан да өзіміздің мақсатымызды ашық айтсақ қайтеді. Яғни ұлт үшін, алаш үшін күрескен, алаш тарихын қайтадан бастасақ дейді ғой. Екінші айтады, оған бұлар сене ме? Ана жақтағы қужақ не дейді? О да тыныш жатпаған шығар. Әскерлер келді ғой. Ана Ұзынтұрадан сөйлесшін дейді. Бір тергеуші ғой Ұзынтұра деген. Үшіншісі айтады, бәрін айтты, бірін айтты, біз әгі Торғайдағы жағдай туралы айтамыз дейді. Содан бір Жақып айтады, біз өзіміздің не үшін, неге құрбан болып кетіп бара жатқанымызды, және қандай пікірлер айтатынымызды осы түгел жазып берсек қайтеді. Бұлар жоғарғы адамдар ғой. Ең болмаса өлсек соңымызда ойымыз қалсын. Мен бір сондай шешім мені мазалап жүр дейді. Бұл оның тергеу үстіндегі соңғы көрсетіндерінің бірі. Осы түрмеде жатқанда, оған 1931 жылдың 13 қаңтарында сот ату жазасына кесу туралы үкім шығарады. Сөйтіп, небәрі 46 жастағы Міржақыптың тағдыры екінші рет саяси қайраткер ретінде оққа байланады. 1918 жылы да Алашорда үкіметінің мүшесі ретінде большевиктер оған ату жазасын кескен. Артынан Кеңес үкіметі тарапынан рақымшылық жасалған болатын. Осы жолы да ату жазасы 10 жыл итжеккенмен ауыстырылды. Міржақып Ақ теңіз жағасындағы Сосновец лагеріне айдалады. жылы Салавкиде айдауда жүрген белгілі қоғам қайраткері Міржақып Дулатовта Екатерина Павловна Пешковаға өзінің денсаулығының нашарлағанын, басқа жерге ауыстыруын, мүмкін болса жұбайы Ғайнижамалмен кездестіруді өтініш етіп хат жолдаған болатын. Бұл ұсынысын Екатерина Павловна Пешкова аяқсыз қалдырмайды. Ғайнижамал қызы Гүлнәрді ағайындарына қалдырып, Міржақтың жалғыз ұлы Әлібек ертіп, дәл осы вокзалдан Алматыдан Мәскеуге аттанады. Мәскеуде оларды Әлихан Бөкейханов күтіп алып, құжаттарын реттестіріп, Мурманск темір жол бағытына Сосновец бекетіне қарай жолға салады. Әлихан оларды шығарып салып тұрып, Гая қарғам, қайтар жолда міндетті түрде бізге соғыңдар. Міржақыптың айтқан ыстық сәлемін жеткізгейсіңдер деген екен. Міржақып айдалып кеткелі жүдеп жадау мен құсаумен жүрген Ғайнижамалдың көптен бергі сергіген сәті осы еді. Сергіген емес, нағыз бақытты, ең қимас, ең аңсарлы күндері осы еді. Міржақып келдесе, бұл дүниенің ең қиыр шетіне де баруға әзір болатын. Міржақыпты өз еркіммен таңдадым, сүйемін, соның жолында басымды құрбандыққа тіктім деген неке сертін ол қалайша ұмытсын. Міржақыпты 6 жылға жуық уақыт көрмеген Ғайнижамал Сосновецке жүрегі лүпілдей аттанады. Сағыныш та бар, қуаныш та бар. Міржақып қандай болып жүр екен деген қобалжу сезім де бар. Шырақ, Мадиярым. Гая Әлтай ек қонып бүгін жүріп кетті. Шығарып салып жазып отырмын. Өз етігің тар болса, ел бейбітіне не пайда? Осы мақал қаламға орала кетті. Ескедім, Әли. Міржақып жатқан лагерде Ғайнижамал мен Әлтай бір ай болады. Бұл екеуінің тағдыр бұйыртқан
ең соңғы кездесуі. Ең соңғы кездесу екенін мүмкін екеуі іштей сезген шығар. Азапқа, мехнатқа, айдауға әбден көндіккен Міржақып оны сездірсін бе? Ең соңғы кездесуді анық сезе алмаған бір адам болса, ол Әлтай. Мүмкін әкесінен жырақта жүргендіктен ерте есейіп, ол да бәрін сезген болар. Әлтай бұл уақытта 9 жаста ғана. Ал 10 жылға жер аударылған Міржақыптың алда әлі 5 жылы бар. Міржақыптың 6 жыл ішінде көрген қорлығына, абақтының азабына қарамастан өзгермегеніне Ғайни Жамал шүкіршілік айтып қайтады. Бірақ ауруы қысқанда жанын қоярға жер таппай, булға жөтелетін іштей уайымдайды. Рас, бұл ақ теңіздің дымқыл ауасынан тиген кесел болатын. Қайтарында Ғайни Жамалға Міржақып Гүлнәрдің институт бітіруін, Әлібектің сабағын қайта-қайта табыстайды. Соншама өте қиынды, өте ашулы, өте тағдырлы қиянаттарды, түрмедегі талқыларды, барлық азапқа шыдап отырғандағы олардың аузында бірақ сөз жүрегін жылытады. Алаш идеясы деген. мың 1934 жылдың қыркүйек айында Ғайни Жамал Досымбекова ұлы Әлібекпен Алматыға оралады. 1935 жылдың қысыда келіп жетеді. Әлібек пен Міржақып Дулатовтың бажасы Ахмет Сапа Юсуфовтың баласы Серік мектеп жасында. Қол бос кездерінде қыстың күндері коньки теуіп сырғанап ойнайтын болған. Әрі өздері үлкендерге көрсетпей темірді иіп сырғанайтын таяқшалар жасап алады. Сөйтіп көшеде ары бері жүрген шаналарға жабысып сырғанап ойнайды, ойын баласы болғандықтан. Бір күні сондай ойнап жүрген кезде абайсызда Әлібек құлап кетеді. Сөйтіп оң қолын сындырып алады. Біраз ауырады, қолы жазыла берген тұста ішім ауырды дейді бала. Содан больницаға түседі. Больницада біраз жатып емделеді, бірақ өкінішке орай Әлібектің денсаулығы оңалмайды. Көп жасамай, көк орған, жарасы үлкен жас өлім Ғайни Жамалға қатты батады. Бірақ 9-дан енді асқан Әлібектің қазасына көңіл айтуға келген Ахмет Байтұрсынов Ғайни Жамалға басу айтып тоқтатады. Әрі ұлының қазасын досына естіртпеуді сұрайды. Бұл уақытта Ахаң айдаудан енді ғана босап келген. Ахмет Байтұрсынов біраз ойланып отырып, былай деп жауап қатады. Жоқ, бұл сауыт хабарды Міржақып Дулатов Міржақыпқа жеткізудің жөні жоқ. Оның жанын аяуымыз керек. Онсыз да өзі тар қапаста жүр. Екі балам бар деп үмітін үзбесін. Келер амандық болса өзі де, сол кезде айтарымыз деп қысқа қайырады. 1935 жылы Алматыға Міржақыппен бірге сотталып кеткен алаш қайраткерлерінің біразы орала бастайды. Ғайни Жамал мен қызы Гүлнәр да Міржақып келер күнді асыға күтеді. Ал Міржақыптың сырласар серігі өзімен бірге айдауда жүрген 16-ға жаңа толған Қараш Жүсіпбекұлы ғана. Бос уақытында Міржақып қойнындағы 3 дәптерге қазақ, орыс, түрік сөздігін құрайды. Ал 4-ші дәптерге оңашада жан сырын жазады. Бар арманы еліне аман есен оралу. Бірақ ең өкініштісі, Міржақыптың ең соңғы ақтық сөздері жазылған 4-ші дәптерді НКВД бүгінгі ұрпаққа жеткізбеді. 25 жасында оян қазақты шығарған,
келесі жылы қазақтың тұңғыш романы «Бақытсыз Жамалды» жазған қадірлі Жақаң өмірінің соңғы минуттарындағы естеліктердің мазмұны әлі күнге белгісіз. Алматы 1935 жыл 12 қараша. Дәл сол дәуірдің куәсіндей болып, бүгінде мына ағаштар ғана қалған. Сол күні Ғайни Жамалға Сосновецкідегі НКВД қызметкерлерінен қаралы хатпен бірге Міржақып Дулатұлының киім кешектері келеді. Гая Әлтай, мен әлі-ақ сендерге ораламын, біздің бақытты күндеріміз алда деген Міржақыпқа сол күндерді көруді тағдыр жазбапты. Әлібек дүниеден өткенде басу айтқан Ахаң, бұл жолы Ғайни Жамалды жұбатарға сөз таппайды. Жүрегі қазақ деп қана соққан, бар ғұмырын қалғанша соңғы жаңқам мен сенікі деп алашқа арнап өткен Міржақыптың қазасы бүкіл ұлт зиялыларын теңселтіп кетеді. Қайғыға көңіл айтқан хаттардың ішінде кезінде Жақаңның шапағатын көрген жастардың бірі Файзолла Сатыбалдыұлының да өлеңі бар екен. Міржақыбым иятым, бір туғаннан зиятым, кісілікке келгенде мол еді ғой иятың. Қалса да жырақ қорымы, бұрынғылардың ырымы, Міржақыптай сабаздың жұмақтан болсын